Қайтейін енді, інімнің әйелімен төсектес болыппын. Бұл Астанадан Алматыға іс сапармен жиі келіп тұратын досымның айтқан әңгімесі. Алғашында сенгім келмеген, бірақ нанұрсын. Құран ұстайын деген соң сенбеске болмады. Былай деді қысқасы: өзің білесің, мен Алматыға жиі келіп тұрамын. Фирмаларға аудиторлық тексеріс жасаймыз. Бұл сондай бір тексерістен кейін болған оқиға, деп бастады досым әңгімесін. 3 адамбыз, үлкен компанияға аудиторлық тексеріспен келдік. Басшысы жылпос екен, құрғақ ұшып қарсы алды. Ішіп жеміміз солардың мойнында. 2 күн өтпей жатып, шаршаған шығарсыздар, жұмыстан кейін жуынып шайынып алыңыздар деп саунаға шақырды. Қарсы болмадық. Мұндайды талай көргенбіз. Парға кіріп, бассейнге шомылып, алдымызда қойылған ас судан дәм татып, көңіл жайлана бергенде сопаң етіп 3 қыз келді. Компания басшысы оларды қарсы алып, бізге таныстырып жатыр. Байқаймын, бұл қыздармен бұрыннан таныс сияқты. Жігіттер, шаршап жүрсіздер ғой, мына қарындастармен көңіл көтеріңдер, әдейі шақырдым дейді. Саунадағы отырысымыз қызып сала берді. Жасыратын несі бар? Арнайы шақырылған қыздар ғой, өз істерін біледі екен. Көшенің жезөкшелеріне ұқсамайды. Киім киістері, сөздері дұрыс. Артынан компания басшысы өзі айтты: тексерушілерді осылай демалдырып қоя береміз. Мұндай әдемі қыздарды қойнына салған соң, қандай тексерушісі болмасын, бізге оң көзбен қарайды. Бұл қыздар тәп-тәуір жерде жұмыс істейді, бірақ ара-тұра біздің заказымызды орындайды. Ол үшін қалталарына ақша салып береміз. Дұрыс екен дедік. Бір апта өте шықты. Қайтарға бірер күн қалғанда дүкен аралауға шыққанмын. Балаларым алдынан шыққанда қолына ұстата қояйын деп ұсақ-түйектер алдым. Дүкеннен шыға беріп едім. Жолдас аға, қайдан жүрсіз деп бір танысым кездесе кетті. Бір ауылдың жігіті, менен 10 шақты жас кіші. Жағдайымды айттым. Жүріңіз аға, күнде кездесіп жатқан жоқпыз. Дәм татыңыз. Бір ауылдың баласымыз ғой деп өтініп болмаған соң, адресін алып жұмыстан кейін сонда бардым. Есікті ашып ішіне кірдім. Інішектің өзі қарсы алды. Алдымнан жүгіріп шыққан ұлына ала келген ойыншығымды ұстаттым. Аяғымды шешіп залға оза беріп едім, әйелі шықты. Оны көріп шалқамнан түсе жаздадым. Bir түрлі болып кеттім. Не сәлемдесерімді, не кері бұрылып кетерімді білмедім. Алдымда кім тұр дейсің ғой? Өткенде саунада бізді обслуживать еткен қыздың бірі тұр. Сабина, мынау жолдас деген ағаң, біздің ауылдың азаматы деп інішегім мені таныстырып жатыр. Ол мені көріп сасып қалды. Қып-қызыл болып кетті. Залға, дастарханға кіре беріңіздер деп кухняға қарай қашып кетті. Ол үйден шай емес, зәр ішкендей болдым. Сабина төмен қарап, қызараңдап отыр. Інішек мәз, бізді осы келініңіз асырап отыр деді. Жақсы жерде жұмыс істейді, табысы тәуір деп қояды. Ішімнен, әр еркектің қойнында бір жатып жүрсе, әрине табысы тәуір дедім. Сол саунада Сабина мені қосқанда 3 еркекті кезек-кезек обслуживать етіп еді. Сіздер секілді азаматтар жиі келіп тұрса, бізге жақсы. Компания басшысы бізді шақырады, жақсы ақша береді. Ал біздің жұмыс саунада келген адамдардың құмарын қандыру деп менің қойнымда жатып, біраз әңгімесін айтқан еді. Сол Сабина енді қызараңдап төмен қарап отыр. Інімді аяп кеттім. Ол жан жарым деп, ақша тауып жүр деп мәз болып отыр. Ал әйелінің ана жақта не істеп жүрген білемекен әттең. Сылтау айтып үйден тез кетуге асықтым. Бүгін осында қонып кетіңіз, деді інім. Оған қарамай үйден шығып кеттім. Бұл Астанадағы бір үлкен компанияда аудитор болып жұмыс істейтін досымның әңгімесі. Айтқан әңгімесінің өзегінде қоғамдағы үлкен шындық жатқаны анық. Өйткені бүгінгі күні сырттан келетін қонаққа қыз салу жазылмаған шындыққа айналғаны қашан. Бұл оқиға солардың бірі ғана.